Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен қызық факт арнасы. Бүгінгі тақырып баршаңызға қызықты болады деген ойдамын. Видеоны бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Масалар бірінші болып қандай адамды шағады? Масалар адамдарды таңдап отырып шағады екен. Америка ғалымдарының масаларға жасаған зерттеуінде қансорғыш жәндіктердің томпақ адамдарды көбірек шағатыны белгілі болған. Зерттеу нәтижесінде қансорғыш жәндіктердің бойында холестерин, сүт қышқылы көп томпақ адамдарға қызығатыны анықталды. Сонымен қатар маса жынысы мен жасына қарамастан көбіне аққұба адамдарды шағады екен. Сондай-ақ маса ер азаматтарға қарағанда нәзік жандыларды көбірек, әсіресе аяғы ауыр келіншектер мен жас босанған әйелдерді жиі шағады екен. Ал ағылшын биолог ғалымдары масаның еті тірі, сабырсыз адамдарды көбірек шағатынын дәлелдеген. Себебі әрдайым қимылдап, тағат таппайтын жандардың қан айналымы жақсы. Одан бөлек маса жүрек, бауыр, бүйрек ауруларымен ауыратын жандарды көбірек шағады. Себебі маса адам ағзасында зиянды холестериннің бар жоғын сезеді, ал дертке шалдыққандардың арасында зиянды холестерин жетіп артылады. Ал кішкентай балаларға масаның үйір болуының өзіндік себебі бар. Олар терісі жұмсақ әрі терісшіл жандарға жақын келетіндіктен терісі жұмсақ, қаны таза кішкентай балаларды көбірек шағады. Медицина саласының оқымыстылары маса таңдап шағатын адамдардың тізімін жасап берді. Маса біріншіден адам тыныс алған ауаға қарап, оларды іздеп табады. Жүкті әйелдер тыныс алған кезде көміршығыл газын өзгелерден артық бөледі. Сондықтан маса адамдар арасындағы аяғы ауыр әйелді бірінші болып шағады. Таза ауада терлеп жүгіргеннен кейін маса атаулы сізді шағуға құмар болады. Себебі маса сіздің денеңізден бөлінетін сүт қышқылына құмар келеді. Мамандар қыздыра түсетін ішімдіктерден кейін маса атаулының құрбанына айналарыңызды ескертеді. Ғылыми зерттеудің нәтижесіне қарасақ, масалардың 83% қаны бірінші топтағы адамдарды шағады. Қаны екінші топтағы адамдарды масалар сирек шағады екен. Егер ғалымдар айтқан тізімде болсаңыз, күн жылыда масадан қорғанып жүріңіз. Масалар ашық үлгіде қанық түсті киімге үйірсек келеді. Ашық түсті киім киінген адам қансорғыштың нысанына айнала қоймайды. Табиғат аясында жүретін жандар лажы барынша қанық реңкке киінбегені абзал. Масадан құтылу үшін тыпыршып кету көптеген адамға тән. Тіпті қашуға тырысып масаларды өзімізге құштар етеміз. Масалар көбірек қозғалыстағы адамға үйірсек келеді. Масаға адам денесінің жылуы навигация іспетті. Жәндіктердің сезімтал мүшелері тіпті дене температурасындағы ерекшеліктерді анықтай біледі. Сезім мүшесі арқылы масалар дене температурасын сезінеді. Жаттығу жасаған адамға яки жүкті келіншектерге маса дене температурасына байланысты үйірсек келеді. Масалар артық майы бар адамдарды және спортсмендерді жиі шағады. Спортпен шұғылданатындардың қаны таза болады. Сүт қышқылы көп бөлінеді. Толық адамдарда да холестерин, сүт қышқылы көп болады. Жер жүзінде масаның 3000-нен астам түрі бар. Масалар ақшам уақытында түнде ғана белсенді болады, ал күндіз үйге өсімдіктер арасына жасырынып дем алады. Маса шақпайды, қанды сорады. Бұл жәндік үшін кішкентай баланың және адамның бірінші топтағы қаны тәтті көрінеді. Масаның ұрғашысы ғана қан сорады, ал ері өсімдікпен шырынмен қоректенеді. Неліктен маса шаққан жер қышиды? Маса шаққан кезде қаныңызға аздаған сұйықтығын енгізеді. Бұл масаның тамақтануы кезінде қан ағымын сақтауға көмектеседі. Сіздің иммундық жүйеңіз масаның сілекейіндегі химиялық заттарға реакция береді. Қызару, ісіну және қышу содан болады. Және ең бастысы маса шаққан жерді қасымаған дұрыс. Қасу шаққан жердегі ісінуді одан сайын күшейтеді, әрі теріні зақымдауы ықтимал. Оның орнына теріге салқын зат басуға кеңес береміз. Бұл терінің ісінуі мен қышынуына қарсы әсер етеді. Жазда таза ауада барынша ұзағынан жүргіңіз келсе, масалардың мазаламағанын қаласаңыз, келесідей кеңестерімізге құлақ түре жүріңіз. Ванилин. Ванилинді балалар кремімен 1:10 пропорцияда араластырып, дененің ашық бөліктеріне жағу керек.
Сонымен қатар ванилинді суға араластырып ерітіндіні тері мен киімнің ашық жерлеріне сепсе болады. Қалампыр, насыбайгүл, эвкалипт эфир майлары масаларды үркітуге көмектеседі. Ол үшін майларды дененің ашық жерлеріне жағып, немесе отқа, алауға, хош иіс шығаратын шамға немесе қыздырылған табаға тамызып жіберу жеткілікті. Бұған қоса мақтаны осы майларға батырып, терезенің алдына да қойып қойса болады. Арша бұтақтары. Егер көкке демалуға шықсаңыз, алауға арша бұтақтарын тастай салыңыз. Достар, видео пайдалы болды деген ойдамын. Кеңестеріміз кәдеңізге жарасын. Арнамызда қандай тақырыптағы видеолар шыққанын қалайсыз? Төменге пікірге жаза кетіңіз.